Сәлем достар, сіздермен бірге ғажайып әлем арнасы. Ғажайып әлем арнасына қош келдіңіздер. Көптен бері видео шықпай кетті, мен ауырып қалған болатынмын. Менің даусым қарылып қалған болатын. Бүгін мен сіздерге керемет видео дайындап қойған болатынмын. Керемет видео, ол камераға түсіп қалған қорқынышты оқиғалар. Дайын болсаңыз біз бастайық. 2013 жылдың 4 ақпан күнінде камераға алынған мына бір бейнетаспада жүргізушінің алдында кетіп бара жатқан автокөлік өздігінен жоқ болып кетеді. Мүмкін ол өз жылдамдығын асырған болуы мүмкін. Алайда мынандай ауа райда қалай жылдамдықты асыра аласың? Бірнеше ай бұрын мынау бейнетаспада бір беймәлім адам келіп супермаркеттің ішіне өздігінен кіріп кетеді. Және де біраз уақыттан кейін қайта шығады. Бұл бейнетаспаны ешкім де түсіндіре алмады. Бұл видео Қытай мемлекетінде алынған. Мынау екі қызға қол көтермекші болады. Және ол қолын көтеріп келатқан кезде, оның құрбысы оны ұшырып жібереді. Және екіншісінде дәл солай ұшырып жібереді. Ол еркектер бұл қыздан қорқып қалды. Және мына қыз өзінің қолына өзі сенбей жынды болып қалды. Бұл жерде барлық заттың күл талқаны шығады. Дәл сондай камераға түсіп қалған Қытай мемлекетінде мынау бір қыздың фотосессиясына түсіп қалған артында кетіп бара жатқан жігітке назар аударсаңыз, ол жігіттің қолынан өздігінен жарық жанып, және ол өзіне өзі таң қалып бара жатыр. Және біраздан кейін оны байқап қалғанда, ол жоқ болып кетеді. Ол бұл жерде телепортация жасады деп көбісі түсіндіріп жатыр. Бірақ ол телепортация жасады ма, немесе сиқыр ма, оны ешкім де түсіндіре алмады. Бұл видеода сіз үстел үстінде отырған қызды және үстелдің өздігінен қиындап жатқанын көруіңіз мүмкін. Бұл оқиғаның иесі осы жағдайды түсіріп алу үшін камера орнатып, және өзінің қолындағы смартфонның камерасы арқылы да түсіріп отыр. Соңғы оқиғаны құрттай балдар немесе жүрегі әлсіздер тамашаламауыңызды сұраймыз, өйткені қорқынышты. Бұл оқиғада үйдің үстінен және қабырғаларынан шығып жатқан қорқынышты қолдар. Бұл қорқынышты қолдар камераға түсіріп отқан жігітті ұстамақшы. Және бұл видео 2009 жылы камераға алынған. Егер де менің үйімде дәл осындай қолдар шығып кетсе, мен өте қатты қорқатын едім. Достар, осымен біздің видеода соңына жетті. Егер де видео шынымен де қорқынышты болса, каналға тіркеліп, және осы видеоға бірақ лайк баса салыңыз. Бізбен бірге болыңыз. Келесі кездескенше аман жүріңіз.